Саламатсыздар ма, қымбатты оқушылар? Қайырлы күн болсын. Бүгін өтетініміз 7-ші сабақ сөз құрамы. Жұрнақ және жалғау. Жұрнақ өз жалғанған сөзге жаңа мағына береді, туынды сөз жасайды. Сондықтан да жұрнақтың екі түрі болады. Сөз тудырушы және сөз түрлендіруші жұрнақ. Мысалға, мынау қой деген сөзді айтайық, бұл зат есім. Кәдімгі малдың түрі. Қойшы оны жүргізетін, бағатын, қағатын адам. Ән ол өнердің түрі, әнші оны халыққа жеткізуші адам. Өнер ол кәдімгі адамның бойына біткен ерекшелік, ал өнерпаз сол ерекшелікті халыққа жеткізетін адам. Суретші ме, әнші ме, әйтеуір бір өнерпаз адам, өнердің түрін меңгерген адам. Әуес деген құмар деген сөз, бір нәрсеге әуес болу. Әуес қой сол құмарлығы бар адам. Әуес қой әнші, әуес қой күйші деп айтады. Талап деген адамның бойындағы бір дарын, талапкер сол дарынның иесі. Жемқор деген малдың жейтін тамағы, жемқор жаңағы ол енді адамға айналып кеткен, бүгінгіше сөйлегенде коррупционер дейді. Жаңағы бір нәрсені жеуге, біреудің еңбегін жеуге, малын жеуге құмар адам. Дәрі ол адамның ауырғанда ішетін заты, қажеттілігі, ал дәріхана сол дәрінің сатылатын мекені. Міне сонда не болды деп айтамыз. Мынау жаңа жұрнақтар, мынау пыз, қой, қор, керхана, бұл сөзден жаңа сөз тудырды. Жаңа сөз тудырды. Қой мал ет, адамға айналды. Ән адамға айналды. Өнер адамға айналды. Әуес адамға айналды деген сияқты. Бұл жаңа сөз тудырушы жұрнақтар. Екінші жұрнақтың түрі сөз түрлендіруші жұрнақ. Сөз түрлендіруші жұрнақ рақ, рек, лау, леу, дау, деу, еке, қа, а, тай, жан деген жұрнақтар бар. Олар сөзді жай ғана түрлендіреді, мағынасын өзгертпейді. Бар мағынасына қосымша үстеме мағына береді. Мысалы, үй деген үлкен үй, үйшік кішкентай үй. Есіктің алдында тұратын иттің үйін мысалға, оны үйшік деп айтады. Сандықша деген, сандық деген үлкен сандық, сандықша кішкентай сандық. Алаң деген үлкен алаң, кәдімгі спорттық алаңдар, әртүрлі хоккейдің алаңдары, жарыстар жүргізілетін алаң, ал алаңқай есіктің алдындағы балалар ойнайтын кішкене кеңістік. Ат деген ол ата деген сөз. Ата ол кәдімгі әкенің әкесі ата, ал оған еке қоссақ, ол атаға еркелетіп айтылған сөз. Атаның өз еркелемейді, ат еке деп оған балалары, немерелері еркелеп сөйлейді. Апа деген ана, ал апатай сол анаға еркелетіп айтылған баланың сөзі. Ән ол ән өнердің түрі, сымақ ол өнерді жақтырмай, менсінбей айтылған сөз. Оның құнын түсіріп, мағынасын түсіріп, ұнатылмай айтылған сөз. Үлкен сын есім заттың көлемін білдіреді. Үлкендеу ол үлкеннен гөрі сәл ғана үлкен екенін салыстырмалы түрде айтады. Қызыл ол сын есім заттың түсін білдіреді. Қызылырақ, қызғылтым деген жұрнақтар ол қызылдың түсін бозғылдандырады, өзгертеді, сәл болса да ақшылға айналдырады. Бұлар сөз түрлендіруші жұрнақтар. Бұлар сөздің түбіргі мағынасын өзгерткен жоқ. Үй өзгерген жоқ, сандық өзгерген жоқ, алаң өзгерген жоқ, ата өзгерген жоқ. Бәріне кішірейткен, салыстырған, еркелеткен, немесе қомсынған, менсінбеген мағыналар үстеді. Сондықтан бұның атын тек қана сөз түрлендіруші жұрнақ дейді. Мына тапсырманы көрейік. Туынды түбірлерді көрсетеміз. Қайсысы туынды түбір? Мына қатардың қай қатарда туынды түбір бар? Сөздік малақай, мәділет, дәреже, шұңқыр, домалақ, бөлшек, жақсылық. Туынды түбір қайсысы? Сөздікті туынды түбір деп айталар едік, бірақ малақай туынды түбір емес. Әділет деген әділ деген сөзден шыққан туынды түбір деп айтар едік, бірақ дәреже туынды түбір емес, негізгі түбір. Сондықтан бұл қатарлар жатпайды. Жататын қатар бөлшек және жақсылық. Бөл деген етістік түбір, оған шек деген жұрнақ жалғану арқылы бөлшек деген туынды түбір пайда болып тұр. Жақсы деген сөздің түбірі лық жұрнағы жалғану арқылы жақсылық деген жаңа сөз пайда болды. Мұнан қараймыз, туынды түбірлерді анықтайық. Негізгі мекені өнім, жолдастық, тәрбие, сөздер, береке, көрімдік, елдік баласы. Қай қатардағы сөз туынды түбір? Өнім және жолдастық. Өн деген түбірі етістік, өнім деген жұрнақ жалғанып, ол продукция деген, өнім деген, бір нәрседен алынған өнім деген зат есімді білдіріп тұр. Жолдас деген зат есім, а жолдастық кәдімгі екі адамдардың арасындағы болатын қарым қатынасты білдірген жаңа сөзді тудырды. Түбірдің ережесі қандай? Түбірдің ережесі.
Негізгі ойды білдіре ме түбір? Сөздің бастапқы мағынасын білдіретін бөлшек пе? Жұрнақ па? Қосымша жалғанған бөлшек пе? Қосымша қосуға болмайтын бөлшек пе? Қайсысы деп ойлайсыз? Сіз ойлауыңыз мүмкін негізгі ойды білдіретін сөз деп. Негізгі ойды мынау кәдімгі өнім де білдіре береді, туынды түбірде білдіре береді. А негізгі түбірдің өзі сөздің бастапқы мағыналы бөлшегі. Ары қарай бөлуге келмейтін бастапқы мағыналы бөлшегі түбір деп аталады. Сөз тудырушы жұрнақ арқылы түбірдің атауы, ол қандай? Сөз тудырушы жұрнақ арқылы жасалған түбірдің атауы қандай түбір? Туынды түбір. Манадан бері айттық. Сөз тудырушы жұрнақ жалғанып, одан жаңа сөз пайда болса, ол туынды түбір. Жалғау. Қазақ тілінде жалғаудың бірнеше түрі бар. Біріншісі көптік жалғау. Лар, лер, дар, дер, тар, тер. Мына жерде қандай әріптен кейін қандай жалғау жалғанатыны көрсетілген. Р, Л, И, Удан кейін лар, лер, М, Н, Ң, Л, З, Ж-дан кейін дар, дер, қатаң Б, В-дан кейін тар, тер жалғанады. Мына жерде неге мынау ұяң оған неге тар жалғанып тұр деп айтсаңыз, бұл баяғы біздің кейіндік ықпалымыз. Ұяң дауысты дыбыс мына т-ның әсерінен, ықпалынан қатаңға айналып кетеді. Айтқанда біз Мұсақоновтар деп айтпаймыз, Мұсақановтар деп п-ға айналдырып айтамыз. Тәуелдік жалғау. Бұл көптік жалғаулар заттың, қандай да бір заттың көп екендігін білдіреді. Тәуелдік жалғау белгілі бір заттың біреуге тән екенін білдіреді, тәуелді екенін білдіреді. Оның бірінші жақта жалғауы ым, екінші жақта ың, сыпайы түрінде ыңыз, үшінші жақта с. Көпше түрінде. Бірінші жақта мыз, ымыз, екінші жақта лар, лер, сыпайы түрінде ларыңыз, леріңіз, және үшінші жақта лары, лері. Тиісті жалғауларды қойып көрейік. Менің әкем жақсы адам. Бірінші жақтың, мына менің бірінші жақ, сондықтан бірінші жақтың жіктік тәуелдік жалғау жалғанады. Менің әкем. Оның 5 немересі бар. Үшінші жақта с. Олардың екеуі қыз. Біздің атамыз оқытушы. Сенің атаң қандай адам, сіздің әкеңіз кім? Тиісті жаққа қарай сол жақтың жалғауы жалғанып тұр. Үшінші түрі жіктік жалғау. Бұның жағы бірінші жақта мын, бын, пын, екінші жақта сың, сыпайы түрінде сыз. Үшінші жақта жіктік жалғау болмайды. Бір айырмашылықты айтайын. Тәуелдік жалғау мен жіктік жалғауды көп ретте балалар шатастырады. Тәуелдік жалғаудың алдында тұратын есімдік әрдайым менің боп, кешіресіз қазір, менің боп ілік жалғауында тұрады. Ал жіктік жалғаудың алдында тұратын етістік атау септігінде тұрады. Қайталап айтам. Тәуелдік жалғауында тұратын сөздің алдындағы есімдік ілік жалғауында, жіктік жалғауында тұратын сөздің алдындағы есімдік атау септігінде тұрады. Мысалы, мен мұғаліммін. Мен мұғалім, атау септігінде жалғауы мен. Сен оқушысың. Атау септігінде тұр сен, жалғауы сың. Мен қазақпын, сен түріксің, орыссың. Ол үлкен, сендер кішісіңдер. Біз 30-дамыз, сендер баласыңдар. Сен қаладасың, ол ауылда. Үшінші жақта жалғау болмайды. Ол әжесінде, сіз үйдесіз. Мен Алматыданмын, сендер Астанадасыңдар. Бала сабақта, мен даладамын. Сендер үйдесіңдер, олар дүкенде. Мен дүкендемін, сендер үйдесіңдер. Көрдіңіз бе? Барлық сөздерге біз жіктік жалғауды өзінің жағына қарай жалғадық. Жіктік жалғаулар әдетте сөздің ең соңында тұрады, сөйлемнің соңында. Және ол үнемі баяндауыш болады. Төртінші түрі септік жалғау. Оны төмен кластан осы жалғаудың барлық түрін білесіздер. 7 септік бар қазақ тілінде. Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Менің бір қосып айтарым сіздердің естеріңізге салатыным. Ілік септігіндегі сөз әрдайым бір-біріне ілініп тұрады. Кімнің деген менің десең, оның ар жағында бір сөз бар сияқты. Менің, сенің нең деп сұрайды. Менің добым. Оның кітабы, ананың дәптері, ананың ыдысы, мысалы, ауылдың баласы, кітаптың беті, көрдіңіз бе? Тың деген сөз тың жалғанса, ар жағында екінші тәуелдік жалғаулы сөздің бар екені сезіліп тұрады. Сондықтан оның аты ілік деп қойылған. Ілініп тұрады деген сөз, екі сөз бір-біріне ілініп тұрады, естеріңізде болсын. Сұрағы кімнің, ненің?
Мұндай байланысты жоғарыда келгенде, жоғары класстарда мүмкін айтар сіздерге мұғалімдер изофеттік байланыс деп айтады. Барыс септігі кімге, неге, қайда? Ол бару деген етістіктен туған сөз. Бару деп айтсақ қайда барасың? Бару. Кімге барасың? Көрдіңіз бе? Ғаге, қаке. Мектепке, далаға, қалаға, әкеге, үйге деген сияқты. Қайда? Табыс септік табу деген етістіктен туған деп ойлаймын. Солай шын мәнінде кімді табасың, нені табасың? Кітапты табам, дәптерді табам, ананы табам, баланы табам, үйді табам. Көрдіңіз бе? Жалғаулары н, табу деген сөзден шыққан. Егер де сіз сұрақтарын ұмытып қалған болсаңыз, септік жалғаудың атына мән беріңіз. Табу. Нені табу? Dem сонда сұрақ есіңізге түсе қалады. Жатыс септік жату деген етістіктен туған. Жатыр. Қайда жатыр? Кімде, неде, қайда? Столда жатыр, портфелде жатыр, кітапта бар, ауылында жүр. Ында деген сондай тәуелдік жалғауынан кейін ында болып келеді. Үйінде отыр, інде. Шығыс септігі шығу деген етістіктен шыққан. Шықты. Қайдан шықты? Кімнен шықты? Неден шықты? Көрдіңіз бе? Үйден шықты, мектептен шықты, даладан келді. Көмектес септігі кіммен, немен? Көмектесіп бір-бірімен бірлесіп жасады деген сөз. Әкемен бірге киноға бардым, достарыммен бірге шомылуға келдім, сосын қаламмен жазу жаздым. Тағы не деп айтамыз? Бенге қандай кез келген сөзді алғаулар. Сұрағы кіммен, немен? Мына жерде тиісті жалғауды кез келгеніне қояйық. Қараңыз, дәптердің беті, ілік жалғауы, үйдің терезесі, анардың әкесі, Абылайдан келдім. Қыздың суреті, абзалға бардым, көрдіңіз бе? Абайдың өлеңі, Виктордың көршісі, Оразды көрдім табыс септігінде. Жанармен сөйлестім, көмектес септігінде. Әселдің жолдасы, ілік септігінде. Ажардан алдым, шығыс септігінде. Ауылдың адамы, Оралдан ұшып келді, шығыс септігінде. Үстелдің аяғы, ілік жалғауында. Демек, мына жерде бірнеше жалғауды жалғауға болады екен. Оның бәрін қайдан білеміз біз? Қыздың суретіне қарап білеміз. Бардымға қараймыз да, абзалға бардым, ауылға бардым. Сөйлестімге қараймыз да, сөйлестім. Сіз оған Жанардың сөйлестім деп қоя алмайсыз. Кіммен сөйлестім? Жанармен сөйлестім. Осылайша тиісті жалғауын лайықты қолдануға болады. Сонымен жалғаудың осындай 4 түрі бар екен: көптік, тәуелдік, жіктік және септік жалғаулары. Қажет десеңіз күте тұрам, әсіресе мына септік жалғауы есте көп қала бермейді, суретке түсіріп алыңыздар. Мына жерге үйде дәптерге көшіргенде сол суреттен жерге өздеріңіз жалғауды өз бетіңізше қойып дағдыланыңыздар. Балалар, сіздер мен үшін оқымайсыздар, өздеріңіз үшін оқисыздар. Сіздерге керек бұл білім, балалар. Сондықтан үйде жазғандарыңызды қайталап, мұғалімнің айтқанын есіңізге түсірсеңіз, өз бетіңізше жаттықсаңыз, есте қалады. Әйтпесе бұл есте қалмайды. Қажетті жалғауды көрсетіңіз. Қараңыз, Қазақстан пайдалы қазбалар бай. Қай жалғауды қоя аласыз? Қазақстан пайдалы қазбаларға әрине неге бай? Бар септігінің жалғауы. Қажетті жалғауды көрсетіңіз. Өзіңіздің мемлекет туралы көбірек білгеніңіз жөн. Мемлекетіңіз, дұрыс айтасыз, өзіңіздің мемлекетіңіз туралы. Қажетті жалғауды көрсетіңіз. Адал табанды болумен қатар өз денсаулық ойлауың керек. Ойлауың керек деген жалғауға қарай қай жалғауды аламыз? Денсаулығыңды ойлануың керек. Денсаулығыңызды ойлануың керек деп айтпаймыз ғой. Ондай жағдайда біз айтар едік, денсаулығыңызды ойлауыңыз керек деп айтар едік. Ілік және шығыс септік қатар тұрған сөйлемді тап дейді. Қараңызшы, ерден несі артық, туған жерге туың тік, жаманға жақыным деп сөз айтпа. Қай сөйлемде ілік септігі мен шығыс септігі қатар келіп тұр, қатысып тұр. Әрине, ерден деген ілік септігі, ден деген шығыс септігі. Көптік жалғау жалғанбайтын қатар. Замандар жалғаймыз, кестелер жалғаймыз, көңілдер жалғаймыз. 2 килограмм алмалар деп жалғаймыз ба? Жоқ. 3 килограмм тарылар деп жалғаймыз ба? Жоқ. Демек,
санауға келмейтін кейбір заттарға көптік жалға жалғанбайды. Ұн, қант, алма, тары, бұлардың алдында өзінің салмағының қанша екені ғана көріне қояды да, басқа сөзге, зат есімге көптік жалғау жалғанбайды. Міне осылайша балалар, бүгін 7-ші сабағымыз бітті. Тыңдағандарыңызға көңіл қойып рахмет. Бірақ бұл сабақ сіздерге керек. Мен сіздерге негізгі мағлұматтарды бердім деп ойлаймын. Осыны сіздер жаттап, жаттығып, еске сақтауға тырысыңыздар. Сөз құрамы, жұрнақ және жалғаудың түрлері. Қосымша айта кеткім келетіні, балалар, менің сабағымды көп адам көреді. Мен оған қуанам әрине. Бірақ ешқайсысы маған жазылмайды, тіркелмейді. Тіркелмей жай көретте жүре береді. Ол тіркелудің не маңызы бар екен, бәлкім балалар білмейтін шығар. Бірақ сіздер аяғында подписаться деген жерге белгі қойсаңыздар, ол мен үшін өте жақсы. Бұл менің жазған да өзім, жинаған да өзім, оқытып отырған да өзім, менің еңбегімді бағалағандарыңыз болып есептелер еді. Менің сіздерге алғысым шексіз болар еді. Және екінші алғысым, осы сабақтарды меңгеріп, жаттап, өзіңіздің қажетіңізге жарасаңыз, соның арқасында кейін тесттен, басқа жұмыстардан, класс жұмыстарынан, үй жұмыстарынан жақсы үлгеріп кетсеңіздер, мен өте қуанамын. Сау болыңыздар, келесі кездескенше аман көрісейік.